Радикалды діни ағымдар идеологиясының таралуы бүгінгі таңда жаһандық деңгейдегі өзекті мәселелердің біріне айналды. Қазақстан Республикасының аумағында соттың шешімімен тыйым салынған террористік және экстремистік ұйымдар қатарынан елімізде кеңінен танымал таблиғи жамағат пен ат-тахфир вәл хиджра ұйымдары орын алады. Кейбір ислами радикалды ағымдардың өз идеологиясын насихаттау жолында бірнеше сатылы әдіс тәсілдеріне тоқталып өтсек. Бірінші сатыда ислам дінінде белгіленген құлшылықты орындауды мақсат еткен адам қалыптасқан белгілі бір жамағат қатарына ақырындап тартыла бастайды. Көбіне көп мұндай жамағаттар қақпандарына жаңадан намаз оқуды бастаған діннен тек үстірт қана хабары бар адамдар түсіп жатады. Екінші сатыда күнделікті өмірде не болмайды деген сынды тыйымдар мен сындардың көбеюі қоршаған ортада, яғни отбасы, туыстары, достары, таныстары арасында түсініспеушіліктерге бой алдыра бастайды. Қазақ халқының салт дәстүрі мен әдет ғұрпының шариғатқа мүлдем сай келмейтіндігі сөз болады. Бұл сатыда дінді ұстану мен оның шарттарын орындау барысында агрессиялық қысым, басымдылық танытып, көбінесе ислам дінінің ішкі терең мазмұнынан гөрі атрибутикалық әрекетке көп көңіл бөлінеді. Үшінші сатыда қоғамнан оқшалану әрекеті өзінің шырқау шегіне жетіп, өз елінен басқа шариғатпен амал етуші мемлекетке қоныс аудару, дін жолында аянбай күресу мәселесі мақсат болып алға қойылады. Ендігі кезекте ол адам өзі сіңірген діни радикалдық идеологиясын таратуға барынша ат салады. Осындай әрекеттер салдарынан таяу шығыс елдерінен көріп отырмыз. Кез келген дінді бір қырынан ғана танып, қатаң түрде ұстану салдарынан діни радикалдық көзқарастың пайда болатындығын әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр. Ислам діні барша халықты бірлікке, ынтымаққа шақырушы бейбітшілік діні. Өкінішке орай, әлем сахнасында ислам, мұсылман атын жамылған радикалдық ұйымдар мен топтар ислам дінін қол шоқпарға айналдыру үрдісі көрініс берді. Радикалдық идеологияның кез келген түрі қоғам үшін аса қауіпті. Ол қоғамда ұлтаралық, дінаралық араздықты қоздырып, бірлік пен ынтымаққа нұқсан келтіреді. Рухани құндылықтар шетке ысырыла бастайды. Радикализм секілді адастырушы ағымдардан, халқымыздың діліне жат ұғымдардан сақтану бүгінде бәрінен де маңызды, бәрінен де өзекті.